Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Мен Молдаш ауданының Бауыржанқызы, Қостанай облысы Амангелді ауданында Абырай Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі пен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Жалпы біз сабақтарда, соның ішінде қазақ әдебиеті сабағында мақал мәтелдер, шешендік сөздер арқылы сабақ құрылымын қалай байытамыз. Яғни кез келген сабақ барысында, кез келген сыныпқа арналған қазақ әдебиеті пәнінен берілген тапсырмаларды сабақтың үстінде біз қалай байытамыз, сол жөнінде айтатын боламыз. Ол кезінде бізде мақсатымыз сабақ құрылымын мақал мәтелдер, шешендік сөздер арқылы байыту болып табылады, және сонымен қатар тәрбиелік, танымдық мәнін арттыру, сонымен қатар оқушының ұлттық санасын ояту болып табылады. Сабағымызды бастамас бұрын мақал мен мәтел дегеніміз не? Соған түсінік беру өтейін. Мақал дегеніміз қысқа әрі тұжырымды нақыл сөз. Мәтел дегеніміз тұспалды ишаралы түрде айтылатын ой. Сонымен қатар шешендік сөз дегеніміз не? Би-шешендердің, хандар мен ақылгөй адамдардың халық арасында айтқан өнегелі, даналық сөздері. Белгілі шешендер бар, оны өзіміз білеміз. Төле би, Қазбек би, Әйтеке би, Жиренше шешен деген сияқты шешендеріміз бар. Сол кісілердің, билердің, ұлы тұлғалардың сөздерін біз қазіргі уақытта өзімізге тәлім-тәрбие ретінде алып келе жатырмыз. Алдарыңызда көріп тұрған кім жылдам ойыны бұл жаңағы сабақтың балалардың қызығушылығын арттыру үшін өте тиімді. Жылдамдықтарын арттыра отырып, балалардың сабаққа деген қызығушылығын арттыра аламыз. Одан кейін көріп тұрғандарыңыз жалғасын тап. Бұл жерде балалар бірлесе отырып жұмыс жасай алады. Жұптық жұмысқа өте ыңғайлы. Кез келген тақырыпқа сәйкес бұл жалғасын тап әдісі арқылы балалар бір-бірімен бірге отырып жұмыс жасаған өте тиімді болады. Енді ойлан тап. Осы ойлан тап арқылы біз топпен де жұмыс жасай аламыз, жекелей де жұмыс жасай аламыз. Сонымен қатар жаңағы жұптық жұмысқа да балаларды келе аламыз. Бұл жерде суреттерге қарай отыра жаңағы мақалды біріктіреді. Қандай мақал шықты, сол мақалды айтады. Бұл өте тиімді. Және келесі 5-ші кезеңіміз ол жаңа полиглот кезеңі, полиглот сайысы деп аталады. Бұл жерде біз сабақта бұл қорытындылау үшін өте тиімді жұмыс, немесе жекелей отырып жасаған жұмыстарға баланың жеке отырып дамуына өте үлкен үлесін қосады. Бұл жерде жаңағы асты сызылған сөздерді орыс және ағылшын тіліне аудару бар мысалы. Одан кейін жаңағы суретті көріп тұрған мақалды тауып және соны басқа тілдерге аудару ол өте тиімді болып келеді. Сіздердің назарларыңызда оқушылардың сабақ барысында жасап жатырған жұмыстарынан көріңіз. Қорытындылай келе, мақал мен шешендік сөздерді сабақ барысында пайдалану оқушыларға қандай пайдасын тигізеді? Тәрбиелік бағытта әсері өте жоғары болады, тілдік қорлары кеңейеді, ұлттық дүниетаным қалыптасады, сонымен қатар пәнаралық байланыс іске асады. Назарларыңызға рахмет.